Сәлеметсіздер ме, құрметті менің каналымның көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға апталық жорамалды ұсынамын. 12-сі мен 18-і аралығында сіздерді не күтеді, сол туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, жеке сұрақтарыңыз болып жатса, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Сондай-ақ жылдық жорамалды көру үшін де маған WhatsApp-қа жазасыздар. Ал енді бастаймыз. Бізде бірінші жұлдыз белгі ол тоқты. 12-сі мен 18-ші мамыр аралығында тоқтыларды не күтеді екен? Негізі тоқты жұлдыз белгісінің жалпы аптасы өте жақсы болады. Өткен себебі жақсы жаңалықтар, жақсы мүмкіндіктер, жақсы өзгерістер болуы мүмкін. Тіпті бір апта басталмастан бұрын, яғни басталмай жатып сіздерде кәдімгідей қарбалас әрекеттер болуы мүмкін. Бір нәрсеге үлгеру керек, бір нәрсені тез істеу керек, жасау керек, болмайды деген сияқты, тез үлгеру керек деген сияқты сондай бір қарбалас жұмыстар жасауыңыз да мүмкін. Немесе сіздер не істейсіздер, толықтай апта басталар-басталмастан бірден іске кірісіп кетесіздер. Әрине бұның барлығы сізге жақсы нәтижесін береді. Нәтижесінде себебі жақсы өзгерістерді білдіреді. Жақсы хабарлардың келуі, жақсы өзгерістердің болуы, жақсы нәтижені ала алу және сол негізде жұмыс жасайсыздар. Бұл апта негізі сіздер үшін өте жақсы апта болады, жақсы хабар келеді, жақсы жұмысты өте продуктивный, яғни нәтижелі қылып жасайсыздар. Әр істеген ісіңіз өзінің жақсы жаңағыдай результатын береді. Сіз қанағаттанатын боласыз соңында, аптаның соңында, және ешқандай бір қорқыныш, уайым, күмән немесе қабат деген сияқты нәрселер болмайды. Сосын тез болу, мысалға сізде бір нәрсе естесіз, уже сол ситуацияны бірден сразу бастап кетесіздер. Немесе бір жағдай болады, и сразу сіздер қимыл әрекетке көшуіңіз керек. Мысалға сіз бір жерге барасыз, уже мысалы бір жерге жұмысқа тұрасыз, и сразу сіз жұмысқа кірісіп кетесіз, сізге үлкен бір тапсырма береді. Сондай сияқты тез сіз бір жерге жұмысқа мені қабылдайсыз ба деп барып тұрсыз, бірақ уже сізді жұмысқа қабылдап, сол жерде бірден жұмысқа салып жібереді. Әркімде әртүрлі. Және махаббатқа қатысты да жақсы жаңалықтар болады. Если біреулеріңіз махаббат жағын ойласаңыздар, ақша жағы да жаман болмайды, но прям көп ақша бар деп айтылмаймын, но белгілі бір деңгейде өзіңізге жететіндей қаражат болады. Торпақтар. Торпақ жұлдыз белгісінің жандары. Негізі сіздердің карталарыңызды мен жақсы карта, не то что жақсы, өте күшті карталарға теңей аламын. Өткен себебі бұл жерде салмақтылық. Ең бірінші кезекте сіз өзіңізді қандай жағдай болмасын, өте әдемі, салмақты, керекті деңгейде өзіңізді көрсете алатындай дәрежеде ұстайсыз. Бұл карта дегеніңіз сізді кейбір моментте тіпті тікелей сізді бейнелеуі мүмкін, бірақ енді жақсы карта. Қалай болғанда да жақсы карта. Мүмкіндіктердің картасы, әрекеттің картасы. Бұл картада бір айтатыным, сізге бір көмек керек сияқты көрінеді, және сол көмекті сізге беретін адамды да сіз білесіз. Ол адамды білесіз, бірақ ол адамнан сіз көмек сұрауға жаңағыдай бата алмай тұрсыз мүмкін. Или сол адамнан көмекті алу керек па, алмау керек па деген сияқты ойлап тұрсыз, және олай ойласаңыз, егерде жоқ, алу керек, және сол адам сіздің ісіңіздің толықтай жақсы нәтиже беруіне сол адамның көмегі өте қатты қажет. Және бұл картада мен айтар едім сізге, бұл бір еркек адам, ер адам, немесе бір тәжірибесі өте күшті адам, тәжірибесі өте күшті, сол адамнан сіз или үлгі аласыз, или сол адам сізге жол көрсетеді, или көмегін береді, или болмаса сіздің қолыңызға бір нәрсе негізінде билік деді. Ол билік жаңағыдай бір нәрсені басқару керек, бір нәрсені реттеу керек, бір нәрсені жауапкершілік артылады, және сол кездерде сіз не істейсіз, сол нәрсені абыроймен атқаратын боласыз, жауапкершілікті, барлығына үлгересіз, барлығы қолыңыздан келеді, және даму бар бұл аптада, әр істеген ісіңіздің өте жақсы результат беретінін көре аласыз.
және дәл қазіргі аптада, дәл қазіргі сәтте бермесе де ол результаттар именно бірақ болашақта береді, иә, болашақта береді. Осы кезде істеген нәрсеңіз болашақта өзіңізге жақсы қайтады. Денсаулық жағдайыңыз жақсы болады, және біреулер тіпті ұлды болу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ статусыңыздың өзгеруі, мысалға әке атану немесе бойдақтықпен қоштасу деген сияқты да болуы мүмкін. Енді әркімде әртүрлі, но өте жақсы карта. Келесі жұлдыз белгі егіздер. Негізінде мына картаны мен негізі жақсы көремін. Өйткені жақсы карталардың бірі, әрине жаман емес, но бұл кезде мысалға бұл карта негізі білдіреді белгілі бір жағдайдың немесе белгілі бір өміріңіздегі кезеңнің аяқталуы. Сіз оған дайын болсаңыз да болмасаңыз да өміріңізде белгілі бір кезең аяқталды. Әрине ол сізге қайырлы болады, өйткені себебі сіз сол нәрсенің аяқталуы сізге бір өміріңізде бір қиын кезең немесе белгілі бір қиын жұмысты аяқтайсыз. Енді бұл үлкен емес қой, жаңағыдай уақыт емес, бір-ақ аптаны білдіреді. Но бірақ бір апта болғанмен де бұл дегеніміз бір қиын жұмыстар болған болса, соны аяқтайсыз. Біреулеріңіз жылда аяқтап отпускаға шығасыздар, яғни еңбек демалысына ма не сондайға шығасыздар. Біреулеріңіз жаңағыдай бір ситуациядан сізді шаршатқан, сізді қиналдырған, сізді уайымға салған ситуацияны аяқтап, сол ситуациядан құтыласыздар. Қалай болғанда да өміріңізде жақсы тыныш күндер орнайды. Именно осы аптада, әсіресе егер сіз өткен аптада уайымдаған болсаңыз, осы аптада уже сол уайымыңыз бірыңғайланып, басылып, ыңғайланып, жақсы бір жағдайға түсетін боласыз. Бұл карта дегеніміз өте жақсы карта болғанша, себебі жақсы жағдайлардың орын алуын білдіреді. Қиын дүниенің аяқталуы, кетуі, жақсы мүмкіндіктер, жақсы ойламаған жерден ақшаның келуін білдіреді бұл карта еще сондай-ақ. Және сіздерге айтатыным, бұл карта бойынша мен характер көрсетіңіздер едім. Ештеңеден қорықпаңыз, белгілі бір нәрсені аяқтаудан, белгілі бір нәрсеге қорытындыға келуден, белгілі бір нәрсені тоқтатудан қорықпаңыз. Сізді шаршатқан нәрседен бас тартуға, жаңа мүмкіндіктер күтіп сізді, қиындықтар жеңесіз, жақсы қарым-қатынас құруға мүмкіндігіңіз бар. Кейбіреулер жақсы қарым-қатынас құрады, немесе белгілі бір шаршатқан қарым-қатынасты аяқтап, өзінің жаны тынышталады. Сондай сияқты жағдайда боласыздар. Керемет карта. Немесе денсаулық жағдайыңыз бойынша бір мәселелер шешілетін болады. Шаяндар. Шаян жұлдыз белгісінің картасы. Негізі шаян жұлдыз белгісіне карта шығару өте ауыр маған. Өйткені білмеймін, үнемі вообще шаян жұлдыз белгісіндегі жандар сіздер маған үнемі жазасыздар. Неге шаянға дұрыс нәрсе шығармайсың? Неге шаян үнемі осындай нәрсе? Хотя маған да ауыр, что именно сіздерге үнемі осындай нәрсе шығады. Ол мүмкін сіздердің өздеріңіздің қырсықтықтарыңыздың кесірінен шығар. Сол жерде бір сәт сол жағында ойлану керек. Өйткені мінездеріңіз өте қырсық, ауыр. И соның кесірінен үнемі қабақтарыңызды ашпай сөйтіп жүргеннің кесірінен үнемі сізде постоянно барлығы осындай болады. Ал енді бастайық. Жалпы бұл карта бойынша сіздерге белгілі бір деңгейде ауыртпалық түседі. Яғни сіздің жұмысыңыз өте көп болады бұл аптада. Тіпті аптаның алғашқы 4 күндігі, 3-4 күндігінде сіздер тым қатты ауыртпалықты сезінетін боласыз, және ол ауыртпалық белгілі бір адамдардың тарапынан болады. Сіздерге нагрузка салып жібереді көп, сіз сол моментте көтере алмай, ашуыңыз қатты келіп, жаңағы жүйкеңіз тозуы мүмкін. Сол кезде қатты кетіп қалу қаупі бар негізінде. Өйткені сіздерде жаңағыдай бір қорқып, жаңағыдай қатты кетіп қалып, ашуланып, немесе біреулермен қатты сөзге келіп қалып, сондай сияқты жағдайға түсуіңіз мүмкін. Но моменттерде өз-өзіңізді ұстай алмай қаласыз да, қатты біреуге айтып тастайсыз, немесе өзіңіздің позицияңызды қорғайсыз. Бірақ енді өзіңіздің позицияңызды қорғаған әрине өте жақсы, но все равно не істеу керек, жаңағыдай
шамалы шыдамдылық таныту керек шығар, иә. Не істеріңізді білмей жүресіз, уайымдайсыз. Но жақсы карта, негізі жақсы карта, бірақ енді шаруаңызды соңында бәрін бітіресіз, уайымдамаңыз. Аптаның аяғында уже тынышталып, жақсы болып, ешқандай бір қиындық болмай, бар қиындықты артта қалдырып, барлығында үздік болып, жақсы жетістікке жететініңіз көрсетеді. Жұмысыңыз өзіңізді қуантатын болады, результат қуантатын болады, иә, жұмысыңыз істеген. Но сіз мысалға 2 жұмыс жасап жатсаңыз, өзге адамдар бір-ақ жұмыс жасап, сізге өздерінің жұмыстарын, өздерінің долясын беріп, жаңағыдай ауыртпалық түсіруі мүмкін. Сосын денсаулығыңызға да ауыртпалық түседі, себебі сіз стрессовый ситуацияда жүресіз да. Сол стрессовый ситуация сізге как денсаулығыңызға да әсер ететін болады. Мазасыздық жағдайында боласыз деңгейінде, өте әрине оңай емес, но все равно мазасыздық болады. Плюс бұл карта бойынша айтатыным, ақша жағынан да ондай бір керемет мәз болып отқан дымыңыз жоқ, бірақ енді ақша жоқ та емес, бар да емес, қалыпты деңгейде болады, артық шығын болмайды, керісінше ешқандай шығын да болмайды, но кіріс те болмайды, қалыпты деңгейде ұстайтын боласыз. Денсаулығыңызды да барынша қалыпты деңгейде ұстауға тырысыңыз, себебі эмоциональный состояниеңіз ол тікелей сіздің денсаулығыңызға әсерін беретін болады. Келесі жұлдыз белгі Арыстан. Арыстан карталары өте керемет. Сіздер үшін арыстандар қуаныштымын. Неге? Өйткені сіздер өздеріңіздің именно көптен бері күткен бақытты сәттеріңізге қол жеткізудесіздер. Яғни бұл карта ақшаның келуі, ақшаның жақсы бастамалары, жақсы мүмкіндіктер, жақсы жағдайлар білдіреді. Көңіл күйіңіз көтеріңкі болады, ешқандай қиындық жоқ, уайымдамаңыз, керемет жағдайда жүресіз. Тіпті мен сізге айтар едім, бұл карта бойынша біреулеріңіз тіпті кәсіп бастайсыздар, иә, немесе бір идея келеді сізге, өте жақсы бизнес проект келе ма, мысалы ойыңызға да, бизнес идея, иә. Және бұл жерде сізге айтатыным, қандай жағдайлар болмасын, ол өте керемет оңынан болайын деп тұр. Барлық ойыңызда тек қана материалдық дүние болып тұр, яғни материалдық дүниемізді қалай жақсартамыз, не істейміз, не қыламыз деген сияқты, бірақ қалай болғанда да барлығына жақсы әдіс табасыз, иә, ақша табудың жолын табасыз, жақсы жетістіктерге жетесіз, қарым-қатынасыңызда өте адамдармен күшті болады. Қандай қарым-қатынас болмасын, махаббатқа қатысты қарым-қатынас болсын, жұмыстық іскерлік қарым-қатынас болсын, отбасыларыңызбен байланыс болсын, өте керемет уақыт, керемет карта, керемет байланыс, қарым-қатынас болады. Денсаулық жағдайыңызда жаман болмайды, бірақ ақшаға өзіңізді беріліп кетіп, яғни ақша табам, жұмыс істеуім керек деген сияқты сөйтіп, денсаулығыңызды да ойламай құртып алып жүрмеңіз. Сондай. Бойынша материалдық благополучие өте күшті, сенімділік және бүкіл беріліп отырған мүмкіндікті пайдаланып алу керек сізге, өйткені сізге жақсы мүмкіндіктер берілетіні сөзсіз. Бірақ енді материальный зависимости де көп болады, яғни ақша деп барынша тек ақшаны ойлап жүресіз. Денсаулығыңыз да, көңіл күйіңіз де, материалдық жағдайыңыз да жақсы болады. Кәсіп бастаймын десеңіз өте қолайлы уақыт, белгілі бір істі істеймін десеңіз қолайлы уақыт, керемет, жақсы, сіздер үшін сәтті апта болады. Келесі біздегі жұлдыз белгі ол бикештер. Бикеш жұлдыз белгісі. Жалпы бикеш жұлдыз белгісінің несі уақыты. Соңғы кезде карталар өте жақсы шығып жатыр, иә. Енді бикештер жалпы бұл аптада сізде таңдау тұрады. Именно қандай таңдау екенін енді өздеріңіз іштей біліп тұрған шығарсыздар, потому что көбіңізде не істеймін, не қыламын, яғни былай істеймін ба, былай істеймін ба, мына қалада қалайын ба, әлде басқа қалаға кетейін ба деген сияқты ойда жүресіз. Но жаныңыз сіздің нені қалайды? Мәселе сонда, сіз түптің түбінде жаныңыздың қалауын жасайсыз. Яғни қанша ақылға салғанмен де жаныңыз қай жақта қалап тұрады, немесе не таңдауды қалап тұрады, соны істейсіз. Но қазіргі кезде өзіңізді шектеп тұрсыз, белгілі бір әрекеттерді жасай алмай тұрсыз. Сөйтіп мына карта сізге өткен аптада шықты па, әлде оның алдындағы аптада шықты ма, иә, білмеймін енді. Бірақ енді қараңыз, бұл карта өз-өзіңізді барынша ұстауға тырысыңыз.
таңдау жасағанда қателеспеуге тырысыңыз, себебі қателесу арқылы сіз сол таңдауыңыз үшін жауап беруіңіз керек болады, иә. Яғни қалай жауап бересіз? Мүмкін сіз уақытыңызды жоғалтасыз, мүмкін энергияңызды жоғалтасыз, мүмкін ақшаңыз шығын болады, немесе керекті адамдарыңызды қасыңыздан кейін таппай қалуыңыз мүмкін, иә. Барлығын өмірден ала беру мүмкін емес. Бұл аптада соны түсінуіңіз керек. Яғни бір нәрсені алу үшін екінші нәрседен бас тарту керек. Мысалға жұмыс жасап ақша табу үшін сіз жеке өмірден бас тартуыңыз мүмкін, да. Мысалға біреулер махаббат үшін жұмыстан бас тартуы мүмкін, сүйікті ісінен бас тартуы мүмкін. Енді әркімде әртүрлі, бірақ мысалға бір жерде жұмыс істеп даму үшін сіз достарыңыздың үйренісіп қалған ортаңыздан бас тарта тұруға не болады, мәжбүр боласыз, иә. Сондай сияқты нәрсе, яғни сіз осы аптада сондай таңдауда тұрасыз. Бірақ дұрыс таңдау жасауға тырысасыз, но соңында сіз дұрыс таңдауды жасайсыз ба, енді өзіңіздің кейін бақытты сезінуіңізге байланысты, бірақ көбісі әрине шамалы қателеседі. Таңдау жасағанда қателеседі. Бірақ енді ойланыңыз. Денсаулығыңыз жақсы болады, қаражат жағынан ешқандай қиындық болмайды. Тіпті қаражат керекті кезде сіз таба аласыз өзіңізге, артық шығындар болмайды, жолыңыз да ашық, көңіл күйіңізге көтеріңкі, сәл ішіңізде уайым мен не істеріңізді білмей тұру состояниесі бар, но все решаемо. Яғни барлығын ретке келтіруге, барлығын шешуге болады. Главное, сіз өз-өзіңізге сенсеңіз, және әр әрекетіңізге жауап беруге дайын болсаңыз болғаны. Келесі біздегі жұлдыз белгі ол таразы. Ойбай. Күшті, прям күшті карта шықты. Таразылар, сіздер үшін біріншіден мен қатты қуаныштымын. Неге? Потому что сіздер көптен бері қырсықтан бір болмайтын қатты бір қиын карталар шықты. Я, карталар шықты, и маған да ауыр болды оларды айту. Но осы жолы сіздер үшін өте қатты қуаныштымын. Өйткені бұл карта сіз өте керемет деңгейге жетесіз. Яғни жолыңыз ашық, жолыңыз ашылады. Істеймін деген нәрсенің барлығын прям осы аптада жоспарлаңыз, осы аптада істеңіз, осы аптада жүзеге асырыңыз. Өйткені бұл апта сізге қайырлы апта. Яғни сіз бұл аптада бастаған әр ісіңіз берекелі болады, біріншіден. Екіншіден, сіз әр адамыңыз сізге өзінің пайдасын алып келеді. Әр ісіңіз өзінің пайдасын алып келеді. Әр әрекетіңіз, иә, жолыңыз ашық. Именно осы уақыт, сосын бір кәсіп бастасаңыз да, тіпті осы кезде бір нәрсе бастасаңыз да, ол дегеніңіз сізге болашақта үлкен мүмкіндіктер мен табыс алып келуі мүмкін, да. Біреуге көмектесуіңіз, біреуден көмек алуыңыз, яғни кез келген жолыңыздағы зат болсын, адам болсын, ол сізге қайырлы болатыны сөзсіз. Бұл карта тағдырдың өзі сізге мүмкіндік беріп тұр, біріншіден. Екіншіден, сіз сол мүмкіндікті қаласаңыз да, қаламасаңыз да ала аласыз, иә. Яғни көрмей қалсаңыз да, ол айналып келіп сіздің алдыңыздан қайтадан шығады дегендей, жақсы мүмкіндіктер, жақсы өзгерістер, жақсы қуанышты жағдайлар, жетістікке жету жалпы апта өте күшті. Жақсы бір дүниені қолға алу, иә. Немесе ем алсаңыз да, ол еміңіз өзіңізге сондай жақсы жағынан әсер ететін болады. Дәрігеріңіз де өзіңізге жақсы дұрыс ем беретін болады. Және денсаулығыңыз да жақсара бастайды, иә. Сондай-ақ ақшаңыз да жақсы болады, көп болады, келеді. Немесе табыс таба бастайсыз, уже кризистен шыға бастайсыз. Көңіл күйіңізде де сондай. Если сізде бір депрессия болып жүрсеңіз, онда сол депрессиядан шығу мүмкіндігі бар. Және денсаулығында кінәрат бар адамдардың барлығы осы аптада прям андай нақты кірісіңіз емге. Өйткені еміңіз бойыңызға өте жақсы сезінетін, не болатын болады, сіңетін болады. Бала көтере алмай жүрген жандар болатын болса да, прям қандай жағдай болмасын, қандай дүние болмасын, осы аптада қолға алыңыз, иә. Барлығы сіздің жағыңызда тұр осы тұрғанда. Күн сізге жанып тұр. Вообще күн деген карта жалпы. Және ұзақ уақыттан бергі жолыңыз болмай жүргеннен кейінгі жолыңыздың ашылуы бұл карта. Және қорықпаңыз. Бір шошып кетпеңіз, егер бір жолыңыз болып, немесе өте керемет ұсыныс түскен кезде сізге шошып кетіп қорықпаңыз, қабылдаңыз сол ұсынысты. Түсіндіңіз ғой, иә? Сары шаян. Ойбай. Сары шаян жұлдыз белгісінің жандары, жалпы картаңыз сіздің керемет карта. Ең соңғы, старший аркандардың ең соңғысы, және өте керемет карта. Жалпы айтатын болсам, негізінде бұл карта бойынша
сіздің мінезіңіз жалпы баршылық қой енді, иә, әдемі баршылық, бірақ сіз өзіңіздің қалауыңызша барлығын шеше алатын боласыз. Өте қуанышты жағдайда жүресіз, мүмкіндіктер өте күшті сізде, өзіңізді еркін сезінесіз, бір нәрселерден шабыт алу, өзіңізді жақсы сезіну, көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуы, денсаулық жағдайыңыздың жақсаруы және жақсы болуы, иммунитетіңіздің көтерілуі, махаббатқа бөлену аптасы болады. Өте біреулеріңіз, яғни не жетіспейді сізге, сол нәрсені алуға мүмкіндік бар, яғни ала аласыз да, тағдыр соны сізге береді. Бір нәрсені бастасаңыз, ол өзіңізге жақсы жағынан қайырлы результатын беретін болады. Гармонияда өмір сүресіз, армандарыңыздың орындалуы, жаңа шыңдар. Тек қана қорықпай, бұл жердегі сізге айтатыны, қорықпай әрекет етіңіз, иә? Характер көрсетіңіз дейді. Характер это, получается, біреумен ұрсу емес, яғни сіздің жігерлігіңіз, сіз шынымен де қалайтын нәрсеңізге деген ұмтылысыңыз, кедергілерге қарамай ұмтылуыңыз, ол әрине сіздің характер көрсетуіңізді білдіреді. Яғни кез келген моментте өзіңіздің мнениеңізді отстаивать етіп, күшті алып шығуыңыз керек өзіңізді, иә. Ештеңеден қорықпаңыз, барлығы сіздің қолыңызда, мүмкіндіктеріңіз сіздің қолыңызда. Қайтадан жаныңыз тыныштық табуды білдіреді. Яғни бұл карта бойынша сіз тынышталасыз, жан дүниеңіз тынышталады, белгілі бір дүниелердің қиындықтардың артта қалуы, өз-өзіңізді қайтадан қалпыңызға келтіру, денсаулығыңызды, энергияңызды қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Өзіңіздің өміріңізді бірақ біреуден күтпеңіз ештеңені, өзіңіздің өміріңізді өзіңіз дұрыстауға тырысыңыз, иә. Өзіңіздің армандарыңызды өзіңіз ғана жүзеге асыра аласыз. Сондай-ақ жақсы көңіл күйде жүресіз, ақша жағы өте жақсы болады, бір маңызды шешімдерді де қабылдауларыңыз мүмкін біреулеріңіз, гармонияда өмір сүресіз, денсаулығыңыз бен жан дүниеңіз өте физически, морально, бәрі психологически өте керемет жағдайда жүресіз. Өте күшті. Өте күшті. Карта өмірге деген құлшынысыңыз күшті болады. Мергенде, әрине мерген жұлдыз белгісі де көңілді, керемет жұлдыз белгілердің бірі, әдемі, жақсы. Келесі мергендер. Мерген жұлдыз белгісінде өмірінде бір өзгеріс болайын деп болады да. Әрине ол өзгеріс сізге қайырлы, бірақ сіз қазір кезде қарсылық көрсетудесіз, мықты қарсылық көрсетудесіз, ол өзгерістерге не болып жатқанын түсінбей жүрсіз, және сол нәрселердің барлығы мүмкін осы аптада басталды. Или өткен апталарда басталды, но сіз осы кезде қатты соның результатын сезе бастайсыз, иә. Әрине бұл карта жаман емес, но барлық бұл аптадағы жоспарларыңыз мүлдем басқаша болады. Сіз басқаша жоспарлайсыз, ол нәрсе басқаша болады. Сіз мысалы 10-да барам деген жерге, сіз 10-да бара алмай қаласыз, себебі сіз белгілі бір жағдайларға байланысты ол жаққа или 11-де барасыз, или мүлдем бара алмай қаласыз, иә. Сондай сияқты болуы мүмкін. Мысалы бір жерге барам десеңіз, ол жүзеге аспай қалады. Бір нәрсені істеймін десеңіз, мүлдем басқа нәрсені істеп кетесіз, себебі бұл аптада айтып тұрмын ғой, ешқандай нәрсені жоспарламаңыз, себебі ол жоспарыңыз орындалмайды. Қанша дегенмен істеймін, мен қайтсем де осыны осы аптада бітіруім керек десеңіз, бекерге біріншіден энергияңызды шығарасыз, ашуыңызды шығарасыз, депрессияға түсесіз, қаражатыңызды шығарасыз, уақытыңызды кетіресіз, және результат соңында результат мүлдем қанағаттандырмайды, өкініп қаласыз. Одан да не кейінге қалдырмадым екен дейтін боласыз, иә. Сол себепті де бұл аптада желательно ештеңені бастамаңыз, ештеңені жоспарламаңыз, жоспарсыз жүріңіз. Вот жоспарсыз жүрсеңіз, барлығы қайта более естественно болады, более сізді қатты бір разочарование, яғни көңіл күйіңіз түспей, әдемі қана уақытты өткізесіз. Значит, солай болу керек екен деп ше. Себебі сіз бір нәрсеге бір жерге баруыңыз керек болады, бірақ денсаулық жағдайыңызға байланысты бара алмай қалуыңыз мүмкін. Немесе бір нәрсені жоспарлайсыз кездесулерді, бірақ ол кездесулер болмай қалады, иә. Бір нәрсені істегіңіз келсе, желательно істей алмай қаласыз, немесе істемейсіз, немесе тіпті істемегеніңіз ол сізге дұрыс. Сосын көшу болуы мүмкін, біреулерде қозғалыстың уақыты болады. И потом бұл жерде еще қозғалыс, сәл ақша шығындары болуы мүмкін, энергия шығындануы мүмкін, уайым бар жаныңызда, уайымдар мазалайды. Но ештеңені бастамаңыз, еш нәрсе бастамаңыз. Бұл аптада тіпті
бұл аптада бітпейтін шаруа болса да бастауға болмайды бұл нәрсені. Немесе бір нәрсені сатып алуға, бір нәрсені жоспарлауға болмайды. Жоспарламаңыз. Келесі біздегі жұлдыз белгі, ол әрине тау ешкілер. Сіздердің апталарыңыз қалай болмақ көреміз. Тау ешкі жұлдыз белгісінің аптасы. Осындай бір нәрсе шығатын, осындай нәрсе шығатын білем. Мен прям чувствовала. Но, жалпы бұл карта негізінде жаман деп үнемі өстіп бастаймын, жаман деп айтуға келмейді, бірақ деймін, но жалпы мына карта аяқталуы, бір нәрсенің аяқталуы. Өмірде өзгеріс болып жатыр сізде. Жалпы бір нәрсе айту керек, тау ешкі жұлдыз белгісі жалпы өзгерістерді моменттерде ұната бермейді, бірақ оларға жаңағы тым не қылмастан, сескенбестен, қорықпастан, тіпті қорықса да білдірместен абыроймен кіріседі, өзгерістерге, сондай қарсы алатын өзгерістерді. Әрине бұл карта сол өзгерістерді білдіреді. Белгілі бір нәрсенің аяқталуы, белгілі бір нәрсенің бітуі, шаршатқан сізді отношение, қарым-қатынас бітеді. Егер ол біту керек қарым-қатынас болып, сіздер оны жабысып алып ұстап жүрген болсаңыздар, ол бітеді. Так что оны ұстамаңыздар, ол нәрсе бәрі болмайды. Бір нәрсе жабысып алғаннан болмайды, уже өзгеріңіздер. Сосын бір жерге кеткіңіз келмей жабысып отырсаңыз, айырылмай бір жұмыстан, жоқ, сіз ол жұмыстан кетуіңіз керек болады, и кетесіз де. Или болмаса белгілі бір нәрселер, ойлаған нәрсеңіз басқаша болады. Енді бұл апталық жорамал негізі. Апталық жорамал деген ол әрине аз уақытты білдіреді. Бірақ соның өзіне бұл карта осы кезде бір істеген қадамыңыз 3-4 айға дейін әсерін өзінің беруі мүмкін. Резко өзгерістер болады. Белгілі бір нәрсе бітеді. Қаша алмайсыз, сіз ол ситуацияны қашып құтыла алмайтын едіңіз. Сосын біреулер де үйленеді, біреулер ажырасады, біреулер яғни бұл жерде біреулер ажырасады, біреулер үйленеді деген енді ол мүмкін ғой бәрінде де. Бірақ именно ажырасу жағына келгенде сіз ол отношениені тоқтатқыңыз келген жоқ, бірақ өзін өзі қалай болғанын түсінбей қалса, именно осы аптада сол нәрсе нүктесі қойылады. Ал үйленеді дегенде енді сіз ол үйленуді пландамадыңыз, бірақ оказывается сізге уже үйлену керек екен деп, сонымен үйлену керек болады, ойда жоқта, сондай болады. Және сондай-ақ айтатыным, бір нәрсені ұстап қалуға тырыспаңыз. Денсаулығыңызды құртып алмаңыз, денсаулығыңызға мән беріңіз, өйткені сәл денсаулық сыр береді. Сәл емес, кәдімгідей сыр беруі мүмкін. Мән беріңіз денсаулығыңызға, бүкіл жоспарларыңыз денсаулыққа байланысты өзгеруі мүмкін кейбір адамдарда. Сондықтан ол жай қарайтын нәрсе емес, мен сіздерге айтайын. Жайдан жай көзіңізді жұмып қана қарай салатын нәрсе емес. Мән беріңіз. Аяқталады бір нәрсе. Аяғы, бір дүниенің аяғы. Ең бірінші, осы сөзді есіңізде сақтап қалыңыз, бір нәрсені беруге, энергияңызды жоғалтуға, уақытыңызды жоғалтуға дайын болыңыз. Қорықпаңыз. Бір нәрсенің аяқталуынан ешқандай қорықпаңыз. Өзгерістер келе жатыр, бірақ сіз оны білмейсіз. Бірақ сол өзгеріс сізге қайырлы болады. Ең басты жұбататын нәрсе, бір этаптан өмірің кезеңінен екінші кезеңге өтесіз. Бір сезімнен екінші сезімге, бір жерден екінші жерге, бір привычкадан, әдеттен бас тартуға тура келеді. Бірақ сіз бәрінде қолыңыздан келеді, жеңе аласыз. Уақытша бездействие болады. Қорықпаңыз, паникаға кетпеңіз. Бастысы солай. Тағдырдың қиындығына қарсы тұруға қорықпаңыз. Келесі жұлдыз белгі, су құйғыштар. Сіздерді апталарыңыз қалай болмақ? Су құйғыш жұлдыз белгісі, сот мәселесі, әсіресе бірінші кезекте мен бұл карта бойынша не айтқым келеді, сот мәселесі болуы мүмкін біреулерде. Яғни біреулермен соттасып жүрген адамдар болса сот болады, біреулерде энергияңыз таусылып, не істеріңізді білмей қиналуыңыз мүмкін. Сосын бұл жерде тағы айтатыным, өзге адамдардың өміріңізге араласуы, өзге адамдардың сізді әңгіме етуі сізді қатты
қатты осылағанда шаршатып тұр, сіздің ісіңізге араласуы, сізді әр ісіңізден мін табу, яғни сондай нәрсе көп болады бұл аптада. Соның барлығына қарсы тұруға, соның барлығына жауап беруге, тайталасуға дайын болыңыз. Өйткені егер басыңызды бұға берсеңіз, онда барлығы сізді жаңағы пайдаланып кетуі мүмкін, иә. Негізінде былайынша суық жұлдыз белгісінің нелері, жандары, бұлар деген жайдан жай үндемей қалатын адамдар емес. Ең басты соны айту керек, өйткені олар тентек мінезі бар. Сол мінезді осы аптада көрсету керек сізге. Критика, жұмыстағы тексерістер, көп бір энергияңыздың шығындалуы, иә, жүгірістер көп болуы мүмкін, бір проблемалар, денсаулығыңызға сосын мән беріңіз. Сосын айтатыным, жолда жүргенде абай болыңыз, себебі сондай-ақ мынандай недегі қызметкерлер болады, органда жұмыс істейтін қызметкерлермен көбірек проблемалар болып қалуы мүмкін, иә. Сондай-ақ басыңыздың ауруы, ашуланғаннан тіпті мынандай қысымыңыз, дене қысымыңыз ба, сондай нәрселеріңізге сақ болыңыз, абай болыңыз. Сондай-ақ ашулану, адамдармен үнемі ұрысып қалу, және сыртыңыздан көп әңгіме айтумен жамандаулар көп болады. Бірақ оның бәріне сіз қарсы тұра аласыз. Қатты ашуланбай, ойланып шешім қабылдасаңыз, сосын слишком агрессияға беріліп кетпеңіз. Егер де сіз агрессияға берілетін болсаңыз, ұтыласыз ол мәселеден. Ойланып, тактикамен жұмыс жасау керек. Келесі біздегі жұлдыз белгі балықтар. Балық жұлдыз белгісінің жандары, сіздердің жалпы карталарыңыз жақсы, ақша болады, ақша келеді, мүмкіндіктердің картасы керемет, жақсы карта. Енді бұл картада сіз әр ісіңізге тиянақты әрекет ететін боласыз, жұмыстарыңыз өнімді, мүмкіндіктері жоғары деңгейде болады. Ешқандай бір қиындық көріп тұрған жоқ бұл картаңызда. Көңіл күйіңіздің жақсы болуы, ақшаңыздың болуы, ақшаның келуі, түсуі, жұмысыңыздың жүруі, сонымен қатар денсаулық жағдайыңыздан жақсы болады, адамдармен өте жақсы тіл табыса аласыз, біреулерге тіпті көмектесесіз, немесе өзге адамдар сізге қаражат жағынан да көмектесетін болады. Барлығын практично ойлайсыз, барлығын есеппен ойластыратын боласыз, өйткені есепке, жалпы балық жұлдыз белгілері есепке өте күшті, әсіресе ақша есептегенде өте күшті есептейді ақша дегенді, ойбай. Денсаулық жағдайыңыз мықты, өте осторожно әрекет ететін боласыз, иә. Барлық нәрсені өзіңіздің қолыңызға аласыз, және басқару қабілетіңіз өте күшті болады. Кездесулер болуы мүмкін бұл аптада сізде. Барлығын самостоятельно жүруге, шешуге, өзіңіз жүріп бітіруге тура келеді, ешкім сізге көмекке келмейді. Шыдамдылық танытыңыз любой істе, сол кезде барлығы жақсы болады. Барлығы жақсы, қай жағынан болсын, қарым-қатынас болсын, махаббат болсын, жұмыс жағы болсын, денсаулық жағдай болсын, барлығы жақсы болады. Керемет. Солай. Міне осындай жорамалдарыңыз сіздердің. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Әдемі жорамал шықты деп ойлаймын. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, жеке сұрақтарыңызды WhatsApp-қа жазыңыздар. Және жылдық жорамалға тіркелгіңіз келсе, Telegram каналға жазыңыздар. Сау болыңыздар.